Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып түрксіб теміржолы. Оқу мақсаты: мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана білу. Кеңес одағында көлік қатынасының, соның ішінде теміржолдың маңызы айрықша зор еді. Түсті металлургия, көмір және мұнай өнеркәсібін құру көлік қатынасына айтарлықтай тәуелді болды. Түркістан Сібір теміржолы 20 ғасырдың 20-30 жылдары салынған ең ірі құрылыстардың бірі болды. Түркістік Орта Азияның мақта өсіретін аудандарын, Сібір мен Жетісудың арзан астығы мен Сібірдің ағашы мен ірі қарамен жабдықтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстаннан Сібірге азық-түлік тасымалдауға, сол арқылы Сібірдің экономикалық дамуын жақсартуға жол ашты. Теміржол Қазақстан экономикасының дамуының қуатты факторына айналды. Әсіресе мал шаруашылығын және тау кеңісін ілгері бастырды. Мақта егілетін жер аумағын шұғыл кеңейтуге, шетелден әкелінетін мақта мөлшерін қысқартуға мүмкіндік туғызды. Тұрар Рысқұлов пен Мұхамеджан Тынышпаев қазақтарды теміржол жұмысына тартуға, оларды оқыту арқылы теміржол мамандарын дайындауға ерекше көңіл бөлді. Магистрал құрылысының жұмысына Кеңес одағының ірі қалаларында оқып жатқан қазақ студенттері тартылды. Тек оңтүстік бөлігінің өзінде Орта Азия мен Қазақстанның жоғары оқу орындарының 100-ден астам студенті жұмыс істеді. Түрксіб жаңа қалыптасып келе жатқан ұлт кадрларының, әсіресе құрылысшылар мен теміржолшылардың ірі ұстаханасына айналды. Олардың арасында беделді басшылар мен танымал теміржолшылар шықты. Бірінші тапсырма: тыңдалған бейнежазбаның негізінде төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Екінші тапсырма: алғашқы қазақ инженері деген тақырыпта зерттеу жүргізе отырып, мәтіндегі сөздерді талғаммен қолдануға тырысыңыздар.